Жеңіс деген осындай болу керек. Ертең. Қорғаушымыз Талғат Шахин оны мұхиттың адамы кеше ғана білді. Бұл істе мұхиттың аты сөзсіз өтпеді. Шындықтың түбіне жеткім келген еді ғой. Оны өлтірген мен емес. Кеш болмай тұрғанда барлығын анықташы. Сезім толқыны 2 телехикаясы. Сіз менен күдіктеніп тұрсыз ба? Мен ондай ештеңе айтқан жоқпын. Оқиға болған күні қайда болдыңыз, Мұхит мырза? Сұраққа жауап бересіз бе? Ұста! Жеңіс деген осындай болу керек. Ертең. Қорғаушымыз Талғат Шахин оны мұхиттың адамы кеше ғана білді. Бұл істе мұхиттың аты сөзсіз өтпеді. Шындықтың түбіне жеткім келген еді ғой. Оны өлтірген мен емес. Кеш болмай тұрғанда барлығын анықташы. Сезім толқыны 2 телехикаясы. Сіз менен күдіктеніп тұрсыз ба? Мен ондай ештеңе айтқан жоқпын. Оқиға болған күні қайда болдыңыз, Мұхит мырза? Сұраққа жауап бересіз бе? Ұста! Жеңіс деген осындай болу керек. Ертең. Қорғаушымыз Талғат Шахин оны мұхиттың адамы кеше ғана білді. Бұл істе мұхиттың аты сөзсіз өтпеді. Шындықтың түбіне жеткім келген еді ғой. Оны өлтірген мен емес. Кеш болмай тұрғанда барлығын анықташы. Сезім толқыны 2 телехикаясы. Сіз менен күдіктеніп тұрсыз ба? Мен ондай ештеңе айтқан жоқпын. Оқиға болған күні қайда болдыңыз, Мұхит мырза? Сұраққа жауап бересіз бе?